Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, шебер ханымдар, сіздерге мен бүгін тегін мастер-классымда осындай тек қана оюдан тұратын әдемі көрпешені жасап үйрететін боламын. Ең алдымен осындай талантты берген бір Аллама, екіншіден Сарқында тұратын Света деген тәтеме рахмет, осындай мастер-классты маған тегін үйреткеніне, және де қолдап отқан қайын жұртыма, жолдасыма, төркіме бәріне рахмет айтқым келеді. Ендеше мастер-классымызды бастаймыз. Не керек? Қандай заттар керек? Мен королевский велюрді таңдадым. Әрине болған өздеріңіз қалаған материалды таңдасаңыздар болады, қалаған түсте. Мен сары мен қараны таңдап алдым. Ескертетін нәрсе, сразу размерлерінде айта кетейін. 2:20, 2-ден аса, 2-ден 50 жасайтын болсаңыздар ұзындығын, онда сіздерде основной ең басты светтен 2,5 метрдай кетеді. Ал мынау қара түстен, яғни оюлардан тұратын материалдан бұдан 1,5 метрдай жетеді. Яғни 4 метр аласыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Екіншіден бізге осындай паутинка керек. Паутинка двухсторонный, екі жағы да клейленген. Қарасаңыздар, өте жұқа. Екі жағы да клейден тұрады, екі жағы да жабысады, осындай паутинка керек. Үшіншіден бізге ою қажет. Мен оюларды осылай шығарып аламын. Сіздер де шығарып алсаңыздар, осылай сіздерге ыңғайлы. Мен осындай түрін шығарып аламын. Мысалға, Google-дан жазасыздар, ою өрнектер немесе трафаретті деп сол жақтан шығады. Сол кезде неше түрлі оюлар таңдап алуға болады. Мен оны шығарып, осылай кесіп алдым. Осы оюды таңдадым. Қазір осымен көрпеше жасайтын боламын. Қалай бар тура солай қиып аласыздар, және де қалың кардонға сызып алсаңыздар болады, ыңғайлы болу үшін. Және де бізге сызғыш керек, кішкентай, үлкен 1 метрлік осындай сызғыш керек. Бұл өте ыңғайлы, сатып алсаңыздар болады. Және де ою қиятын қайшымыз қажет. Және де үлкен қайшы, және де бор керек. Керекті заттармен таныстырдым деп ойлаймын. Әрі қарай мастер-классымды жалғастырамын. Керек заттарымыздың барлығын дайындап алғаннан кейін оюдан тұратын матамыз, яғни ол менде қара түс, 51-51 сантиметр қылып 3 дана қиып аламыз. Дәл солай паутинканы да 3 дана 51-51 сантиметр қылып қиып, қара матамыздың үстіне қойып, оның үстіне пергамент қағазын қойып, жақсылап тұрып үтіктейміз. Байқап отырсаңыздар, үтіктеп отқан жерінің астында менде мата бар, шыт мата. Тура сондай матаны қолдансаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Және де пергаменттен қағазды ауыстырып отырамыз. Кішкене жабыспай жатса, онда оны ауыстыру қажет деген сөз. Дәл солай сары матамызды 51-51 сантиметр қылып 3 дана, 52-52 сантиметр қылып 3 дана қиып аламыз. Яғни сарыдан 6 дана, қарадан 3 дана болу керек. Мінекей қыздар, қара менде ою жабыстыратын матамды мен осылай 4-ке бөліп аламын. Жаңа біз үстіне паутинка жабыстырдық қой. Одан кейін былай 4-ке бөліп аласыздар. Оюларыңыз қисық кетпейді сол кезде. Одан кейін бағана шығарып алған ойымызды ватманға дейді, жаңа қалың қағазға шығарып аламыз, сызып қырқып аламыз да осылай етеміз. Енді бұл менде қолданған ою. Енді осы оюды тура былай қоямыз. Қараңыздар. Мен қара материалымды кішкене кішірек қылып алдым. Бұл жастыққа мен тігіп жатырмын. Көрпешеге дәл осылай болады, бірақ оныкі 51-51 сантиметр болады. Сондықтан мына жақта сіздерде астатықтар қалады. Ол астатықты сіздер көрпешенің шет-шеттеріне қолданатын боласыздар. Сондықтан да екі жағын қиған кезде де міндетті түрде асықпай, аккуратно қиып алғандарыңыз өзіңізге жақсы. Өйткені қалғандары айтып тұрғанымда көрпешенің сыртына кетеді. Енді дәл осылай мұны осылай сызып аласыздар. Ручкамен сызсаңыздар да болады, карандашпен де өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша сызсыздар. Мына жаққа да осылай етеміз. Мына бір оюды 4 жағына да қолданып шығамыз, былайша айтқанда. Мінекей 4 жағына да осылай қолданамыз. Осылай сызып шығамыз. Мінекей ойымыз ойып болғаннан кейін, міне бағана айттым ғой, бір оюдан бір ойды 4 жерге де қолданамыз деп. Осындай бізде әдемі картина шықты. Енді осыны оюды сары материалымызға үстіне қоямыз. Түзулеп, мына шет-шеттерін өлшеңіздер, мына жағын өлшеңіздер, биіктігін өлшеңіздер, барлығы тура болу керек.
туралып болып қойғаннан кейін пергаментный қағазбен оны үтіктейміз. Мінекей пергаментный қағазды алып, үтікті ысытып алып, үстінен басып шығамыз оюды. Оюды жақсылап үтіктеңіздер. Сосын әйтпесе тіккен кезде жаңағыдай нелер болып қалмасын. Үтіктелінбей қалса, тігістеріңіз де дұрыс болмай қалады. Оюымыздың барлығын жақсылап тұрып үтіктеп алғаннан кейін оларды тігу қажет болады. Мен осылай G деген белгіге қоямын. Ұзындығы S, ара қашықтығы менде 3 немесе 4 деген номерде тұрады. Енді ары қарай тігеміз. Тіккен кезде қыздар жақсылап тұрып қарап алыңыздар. Негізінде французский шов деп жатады, мен тіккен сияқты, немесе зигзагпен де тіксеңіздер болады. Ол сіздердің өздеріңіз таңдауларыңызға байланысты. Және де тігіп келе жатқан кезде сол жақтан бастаймыз. Тігіп болғаннан кейін оюдың үш бұрышына келген кезде машинкамызды тоқтатып, инемізді қадап, ары қарай жалғастырып солай тігетін боламыз. Оюымыздың барлығын зигзагтап тіккеннен кейін байқасаңыздар, кішкене болсын матамыз жиырылады зигзагпен тіккеннен кейін. Соны осындай сызғыштың көмегімен жақсылап тұрып, 4 жерінде өлшеп кесеміз. Байқасаңыздар, менде кішкене қисық кетіп тұр. Соны осындай резканың көмегімен өлшеп, жақсылап кесіп, түзулеп аламыз. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Оюымызды әдемілеп, біркелкі қылып тігіп алғаннан кейін, мына жерде бір мән беретін бір нәрсе бар. Ол ворс. Мен осыны Ырза ханымнан үйренгенмін. Біреулеріңіз танисыздар, біреулеріңіз танымайсыздар. Бірақ мен соны өзіме сабақ қылып алдым. Өзімде сол көп қателіктер кетті. Енді соны сізге анықтап көрсеткім келеді. Мына орындыққа көп мынандай нелердің барлығы сия бермегендіктен мен сізге сиғанша көрсетемін, жақсы. Мына жерде мен орыстарымды міндетті түрде белгілеп аламын. Мына қараңыздар, мен тіккен астары, мына жерде қызыл линиямен белгіленіп тұр. Значит, орыстың басы осы жақта деген сөз. Сіздер де солай белгілеп алыңыздар. Мен сізге көрсеттім. Мына екі линия, екі линиясы тұр. Мына қызылмен сізге көрініп тұр ма? Енді осы линияларды турама линияңызды былай түп түзіп қойып аласыз. Мына екеуінің цветі де, размері де бәрі бірдей болып тұр. Енді тура соны осылай ұстап аласыздар да, былай қарай жылжытасыздар. Енді бұл бітті, ары қарай не істейміз? Ары қарай мына үш бұрыштарды да енді тура солай қосамыз. Мысалы қараңыздар, үш бұрыштарды қойған кезде де ары қарай, бері қарай, былай қойып жақсылап тұрып қарамасаңыздар, түстері өзгеріп, көрпешеңіздің сәні бұзады. Сондықтан мысалы қарасаңыздар, мына жерде уже түсі кетіп тұр. Мүлде басқа свет болып кетті. Өйткені ол королевский үйлерде, матовый үйлерде сондай болады, ворс деген нәрсе. Ал енді мына жерге қойып едім, былай қарасаңыздар, көрініп тұр барлығы. Түсіне түс сәйкес келіп, солай әдемі шығып тұр. Ал мына жаққа қойсаңыздар, бағанағыдай түсі өзгеріп кетіп тұр. Сол үшін оны былай қоямыз. Тура солай барлығын көрсетпей қояйын. Ворстардың барлығын жаңағыдай біркелкі қылып аламыз. Мен үш бұрыштарды да, кішкентай үш бұрыштардың барлығын белгілеп аламын. Уақытты кетірмес үшін менде тағы да қызыл линиямен белгіленген. Осылай ары қарай жалғастырамыз. Тура мына кішкентай болсын. Мына жерге қарағанда да былай мән беріп қараңыздар. Былай қойсаңыздар түсі өзгереді, былай қойсаңыздар түсі келеді деген сияқты. Именно осындай жерде асықпаңыздар. Әйтпесе сіздердің бүткіл еңбектеріңіздің барлығы бостан-босқа кететін болады да. Сондықтан жасар кезде именно осы ворсқа аса көп мән бергендеріңіз дұрыс. Мінекей енді осылай белгілеп алдық. Мына бұрышы. Енді не істейміз? Енді ары қарай бұларды инемен қадап аламыз, қыздар. Инемен қадау міндетті түрде. Мен өзім солай қадаймын. Өйткені мына ворс жаңағыдай тез тігіп жатқан кезде немесе ол бәрібір ауысып кетеді. Былай бір-біріне қосып, асықпа инемен қадап алыңыздар. Өйткені ол жаңағыдай орыс ауысып кетсе, немесе жаңағыдай тігістеріңіз бірдей болмай қалса, қайттан сөйлесе, ол екі жұмыс болады, уақытыңыз алады. Сондықтан осылай міне хотя бы 3 жерден бірдей қылып тіккен кезде сіздерге жеңіл болатындай бірдей қылып алып, 3 жерден немесе 4 жерден белгілеп шығасыздар.
тура осылай, осыны да былай. Және де мына бас жағы өте маңызды. Қазір мен сізге тағы да бірдеңе айта кетейін. Мына көрпешенің басы ғой, басы болғандықтан тура осылай басы мен басын, ұшы мен ұшын бір-біріне жаңағыдай сәйкестендіріп, содан кейін барып тігеміз. Ал қалған жағы, мына жағына артық қала берсін, артық қалғаны дұрыс. Оны келесі видеода көрсетемін. Келесі рет видео түсірген кезде, ал қазір осыларды бір-біріне қосып жалғап шығамыз. Бірдей болу керек. Бұл жерде сол. Бірдей тіксеңіздер, барлығы орын-орнымен болады. Қайтадан сөгіп, менің жасаған қателіктерімді сіздер жасамай сразу жақсы тігулеріңізге мен тілектеспін. Мінекей барлығын осылай белгілеп шығамыз. Мінекей қыздар, біз барлығын инемен қадап алдық. Әсіресе мына жерін көрсеткім келеді. Бұл жерін инемен қадап алған кезде мына екі жері түп-түзу болу керек. Мінекей орта жағы бір-бірімен келісіп тұру керек, үш бұрыш шығу керек. Мен бұл кезде тігіп болғаннан сирек көрсететін боламын. Екі жағынан да инемен қыстырып алсаңыздар болады. Енді осыны лапканың бойымен тігіп шығамыз. Енді жаңағыдай ортасы деп жатырмын ғой, соны мен сіздерге жақсылап жақындатып көрсетейін. Инемен қадап алсаңыздар дәл осылай орталары бір-бірімен жақсылап сәйкес болып шығады. Орталары дәл осылай шығу қажет. Мінекей құрметті ханымдар, ең бірінші көрпешеге жиек жалғамас бұрын тура мына видеодағыдай көрпешенің енін өлшеп шығасыздар. Сіздерге қанша сантиметр қажет, қанша сантиметр болып тұр. Кейбір жерлерінде артық болып кетеді, өйткені зигзагпен тігілген кезде, жаңағыдай бір-бірлерімен қосқан кезде, сондықтан да ұзын сызғыш алып, және де осындай кішкентай резка деген нәрсе бар, сонымен қолдансаңыздар, ол сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеді, және де тездетіп бітіресіздер. Екі жағында жақсылап тұрып өлшейміз, және де мына видеода көріп отқандарыңыздай астында мат деген нәрсе бар. Соны да қоса сатып алсаңыздар, өздеріңізге керемет ыңғайлы нәрсе. Мінекей қыздар, біз бір-бірлерімен қосып алғаннан кейін жиектен жалғайтын боламыз екі жағын. Енді екі жағына 10 сантиметр алған сіздер болса, енін өлшеңіздер, сіздерге қанша сантиметр жетпейді. 8, 10, 12 сантиметр қосуларыңызға болады. Осы үш размерінің біреумен 10 сантиметр аламын, және де осылай барлығын көрсеткендей инемен қыстырып шығамын. Лапканың бойымен тігіп шығамыз, сіздерге сәттілік. Мінекей ханымдар, мен сіздермен бүгін тек қана оюдан тұратын әдемі көрпешені жасап үйреттім деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз бар болса комментарияға жазыңыздар, тегін лайктарыңызды аямаңыздар, подписаться батырмасын басып, осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер. Әлі талай керемет видеоларды шығарамын, Құдай бұйыртса. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі видеода кездескенше.